3 жылдан кейін Қазақстанды өзіңіз қалай елестетесіз? Сіздердің министрліктеріңіз жалпы Қазақстанның толық цифрлық мемлекетке айналуына тікелей жауапты деуге болады. Сіз енді осы саланың ортасында жүрсіз ғой. Енді 3 жылдың ішінде мемлекет басшысының тапсырмасы бар. Қазақстан толыққанды цифрланған мемлекетке айналу керек. Менің ойымша, бұл тапсырманы жүзеге асыру үшін біз әлбетте бар күшімізді саламыз және сол көрсеткішке жетеміз деген пікірдемін. Енді ол өзімнің пікірім. Сәйкесінше жұмыстар жүргізілуде. Өзіңіз білетіндей, бүгінгі таңда біз электрондық қызметтердің, мысалы, қателеспесем 90% онлайн түрде беріледі. Интернетпен қамту бойынша жұмыстар біршама жүргізілуде. Және қызметтердің, мысалы, құжат қағаз күйіндегі қажет құжаттарды ақырындап электронды түрге ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Мысалы, бізде МГОФ мобайлда 30-дан астам, қателеспесем, құжат бар, электронды түрде көрсетуге алуға болады. Біз бүгін, мысалы, куәлікті көрсету электронды көрсетуге болады. Қағаз жүзінде көрсету міндетті емес. Куәлікті сол. Және тағы да басқа да көптеген құжаттар бар. Сол сияқты жұмыстар ары жалғаса береді және жасанды интеллект технологиясын қолдана отырып, бұл үрдісті одан ары тездетуге мүмкіндік туады бізде. Себебі бұл жерде тек қана адам емес, біз қандай да бір алгоритмді қолданып, қандай да адами факторды жою жолдарына ықпалдасады.